Бұл видеода сіздерге сетевой кабельді қалай абжым жасау керектігін көрсетем. Бізге ол үшін не керек? Бізге ол үшін бірінші коннектор RG45, мынандай. Ең арзан түрі. Потом бізге абжым керек. Біз мына жермен абжымать ететін боламыз, орта жағымен. Потом бізге кабель керек. Кабель обычный UTP 5E категория. Бұл, по-моему, шип. Не істейміз ол үшін? Ол үшін кабельді аламыз. Кабельді аламыз да абжым жасауды бастаймыз. Бірінші бізге мынау сыртындағы қабыршығын шешу керек. Ол үшін нені аламыз? Абжымнойды аламыз да, мына жағында бір несі бар, тесігі бар жер бар. Сол жерге саласыздар. Примерно осындай боласыздар да, бір айналдырасыздар. Қатты баспаңыздар, қатты бассаңыздар, жаңағы ішіндегі жилалар кесіліп кетуі мүмкін. Содан бүйтіп тартасыздар. Сол кезде бізге сыртындағы қабыршығы шешіледі. Содан кейін мынандай ішінен жүп шығады. Осы жүпті кесіп тастау керек бізге. Таза болу үшін кестік. Енді осындай жыл ашады бізде. 4 пара, әрқайсысы 2 цветтен тұрады. Бізге бұның өзінің порядығы бар. Оның порядығының жаңағы суретін неге жіберем? Өшерде ма, бір жерге суретін қоям. Бізге бұның порядығы бар. Ең біріншісі ол бело-оранжевый. Бірақтан бірінші бәрін бірінші шешіп алсаңыз болады. Но жаңағы жылылар бар ғой, соны босатып аласыздар әрқайсысын. Әр жылын босатып алған соң, әрқайсысын түзіліп шығу керек. Бұның негізі өзінің түзілейтін кішігірім инструменті бар. Бірақтан саусақпен де жасай беруге болады, егер жоқ болса. Бәрін түзіліп шығасыздар. Бір идеальный түзу болып қажет жоқ, бір жалпы түзу болды дегенге дейін жасайсыздар. Енді бізге последовательностьті бағанағы суреттегідей орындау керек. Бірінші бело-оранжевый кетеді, міне. Бело-оранжевый, потом оранжевый. Потом бело-зеленый. Бело-зеленый. Потом синий. Потом бело-синий. Зеленый. Потом бело-коричневый и коричневый. Бәрін өстіп жақсылап түзіліп аласыздар. Бұлай бір-біріне жабысып тұрса, кішкене ашып алыңыздар. Бұлайнан түбінен, ең түбінен басасыздар да, мына жерден. Бұлайнан түзіліп жүресіздер. Содан кейін тағы бір қарайсыз, дұрыс па расположениесі. Міне бело-оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Дұрыс па екенін қарап алған соң, кабельді кесесіздер, жилыларды. Егер бұлай ұзын кесіп қойсаңыз, кабель жаңағы коннектор бұлайнан тұрып қалуы мүмкін да. Сол үшін коннектор бұлай тұрған кезде, кабель әрбір бұралған кезде коннектор түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін бізге коннекторды бұлайнан кіретіндей болу керек қой, мынаның ішіне. Мынау сыртындағы қабыршығы өсіп кіріп тұру керек ішіне. Сол үшін бізге кішкене қысқарақ қып кесу керек. Бәрін дұрыстап қарап алған соң, бүйтіп өсіп белге аласыз, примерно кесесіздер. Кесіп болған соң коннекторды аламыз. Міне коннекторды аламыз.
Қазір мынау жаңағы крепит ететін үстіне қарап тұр, былайынан. Сіз өсіп ұстайсыздар да, былай төңкересіздер. Төңкересіздер. Мынау үстіндегі несі үстіне қарап тұрмау керек, астына қарап тұру керек былайынан. Содан кейін коннекторды сұғасыздар жайлап. Былайынан до конца кіргізген соң кейін тағы да бір қарап аласыздар. Дұрыс салдым ба деп ше. Камерасы. Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Өстіп салған соң обязательно бүйтіп шетіне қарайсыздар. Шетіне дейін жетіп тұру керек. И мынау шетіне қарайсыздар. Кейбір кабельдер болады, андай жұмсақ, жұмсақ кабельдер болады. Олар жаңағы бір жаңағы каналына екі жаңағы не кіріп кетуі мүмкін. Екі кабельш, екі жиласы кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін өстіп қарайсыздар. Мынау ішіне кірді біздікі. Сол кезде мынау ішіндегі, мына жеріндегі басатын жері бар. Сол мынау нені қысып қалады. И нагрузка мынау жилкаларға түспейді сол кезде. Егер үйтпесеңіз, мынау нагрузканың бәрі мынау жилкаларға түседі да, и босап кетуі мүмкін. Содан кейін аласыздар. Міне бізге үстіге қарап тұр. Мынау төңкеріп салдық. Енді обжимнойды аласыздар да, мынаның ішіне кіргізесіздер. Ортасында болады обычно размер. Содан кейін басасыздар. Кейбіреулерінде жаңа тықылдаған дыбыс шығуы мүмкін, кейбіреулерінде шықпайды. Мынада шықты дыбыс, значит басылды деген сөз. Егер точно убедить еткіңіз келсе, тағы да бір басып жібересіздер үстінен. Тағы да бір басып бүйтіп. Кейбіреулер былай төңкеріп те басатын кез болады. Былайынан салып ше. Сол кезде бірақтан до конца тықпайсыздар, кішкене ұшына тығасыздар, басып жібересіздер. Міне бізде коннектор обжим жасалды. RG45. Міне обжим жасалды. Содан кейін обжим жасалған соң тағы бір қарап жүріңіздер. Былай төңкересіздер да. Мынау қазір бізде былай тұр ғой, былайынан. Мынаны алып тастайықшы, фокус болмай жатыр. Мынау бізде былай тұр ғой. Осыны бүйтіп төңкересіздер да. Төңкересіздер и осы жерде қарап аласыздар. Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый депші. Болды. Енді екінші жағы да, мынау екінші жағы тура осылай обжимация етіледі. Бұл біздің обжимать еткеніміз хабтан компьютерге барады, немесе роутерден компьютерге барады, без разницы, модемнен компьютерге барады. Или хабтан хабқа бару мүмкін, или роутерден хабқа бару мүмкін, коммутаторға, то есть. Енді бір бетін жаңағы негізі обжимать етіп болған соң, мына екінші жағында обжимать етесіз ғой. Сол кезде обязательно тестермен тексеріп көрген дұрыс в идеале ше. Егер бірақтан сіз уже опытный болсаңыз, уже тексеріп те қажет жоқ. Но бірақтан менің ойымша бұл видеоны енді жаңадан жаңағы сетпен айналып жүрген адамдар көреді деп ойлаймын, үйреніп жүрген адамдар. Соларға қызық болса, егер желательно, конечно, тестер болған дұрыс, тестермен тексеріп көресіздер. Полностью обжимация етіліп тұр ма, соның бәрін көрсетіп тұрады. Қай жиласы тиіп тұр, қай жила тимей тұр, соның бәрін.